рахмет. Енді әр жекпе-жекке өзіміз как до последнего күресетіндей қылып дайындаламыз. Ол мынау жекпе-жек қиын, мынау оңай деп бөлмейміз, барлығы бірдей өтеді. Финалдық жекпе-жегіңіз туралы айтсаңыз. Енді финалдық жекпе-жекте өзіміздің ізімізді қуып келатқан сіңілдеріміздің бірі Шамшыбану деген сіңілдеріміз. Енді мен одан кішкене опытны болғаннан кейін осындай жеңіске жеттім. Бірақ алда ода көптеген жеңістер күтті деп ойлаймын. Болашақтағы жоспарыңызбен бөліссеңіз. Енді болашақты жоспар көп. Өйткені алдымызда Азия ойындары бар, Олимпиада ойындары бар. Бірақ қазір мен не олимпийский салмақты күресіп жатырмын. Оған да келеміз, олимпийский салмаққа ауысамыз. Бірақ осы жарысқа енді өзімнің тұрақты салмағымда өзіме қолайлы салмақты күрестім. Осы жеңісіңізді кімге арнайсыз? Осы жеңісімді ең басты, ең бірінші өзімнің отбасыма, туған өзімнің отбасыма мені қолдап жүрген, әрқашан қолдап жүрген мен жанкүйерлеріме көп рахмет. Барлықтарыңызға рахмет.